Ассалаумағалейкум, армысыздар. Сөз қадірін өз қадірім деп білетін арда қазақтың ұл-қыздары, санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог, қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Бүгінгі қаузайтын тақырып тәуелсіздіктен кейінгі ұлттық руханият туралы болмақ. Тәуелсіздік таң атып, есе теңдік дейіп, сан ғасырлық мынау отарлықтан, бұғаудан босадық деп көк туымызды көкке көтеріп, төбеміз көкке жеткен осы бір 33 жылдан бері мынау ұлттық руханият саласында қандай бір алға басу, даму, түлеу, таза бір өзінің ұлттық тұғырына қону дейтін осы үрдістер қалай жүріп жатыр. Осыған аз кем бір ой жүгіртіп көрейікші. Өткен шығарылымдарда да бұл жөнінде шет жағалап айтып өттік. Ұлттық руханиятына жасалған қиянаттардың болып жатқанын жасырын емес. Тәуелсіздік ала қалған таңда ол енді сондай бір сын сәтте қазақ дейтін халық өз жерінде азшылыққа айналып, сол кездері жаңағы Қазақстан халқының 40%-дан ғана құраған екен, және оның көбі орыс тілді екенін білесіздер. Содан жалтақтап жүріп әйтеуір тәуелсіздікті кеш болса да жарияладық қой. Енді одан кейін жаңағы орында бар оңалар демекші, шетелден қандастардың көптеп көшіп келуі, елге ел қосылып құт болды. Содан қазақ тілінде қолданыс аясы кеңіді, қазақ аудиториясы қалыптасты. Қазақ тілді мектептер көптеп салына бастады. Оған себеп әр жерден көшіп келген ағайындар ауыл аймақтардан үдіре көшіп қалаға келіп жанбағыс күнкөріс үшін келіп қоныстанған ағайындар енді қала халқының, қазақ халқының жалпы үлес салмағын арттырды. Сонымен қазақ тілді мектептерге сұраныс туды. Соның себебінен енді мектептер салынды. Сөйтіп міне қазақ тілді мектептер көбейді. Одан университетке түсетін студенттерде жаңа қазақ тілді группалар көбейді. Бұрын енді негізінен орыс тілді группа болып, қазақ тілді тобы тек қана бір тіл әдебиет төңірегінде болса, қалғаның бір орыс тобы еді ғой. Енді оның бәріне қазақшаға көшірілді. Оның бәрінде мысық табандап әйтеуір жүзеге асырып келе жатыр. Енді бірден оны күшеп қарқын алдырып жіберуге тағы келмейтін жағдайлар бар, ішкі және сыртқы факторларға байланысты. Енді сонымен әйтеуір бүгінгі таңда қазақтың саны 70%-дан асып, енді тілдің мәселеде міне күн сайын талап ету қазақша көбейді ғой. Ол табиғи нәрсе шынында. Қазақстан мемлекетінің мемлекеттік тілі қазақ тілі, ол заңда солай жазылған, бірақ орыс тілін ресми тіл деген бір статус беріп, бұл Қазақстандағы ұлтаралық тіл. Және кезіндегі Совет одағынан бөлініп шыққан елдер арасындағы достық қарым-қатынас тілі деп, сол статус бойынша және билік басындағы орыс тілдері осы ел тізгінін ұстап отырғаннан кейін, орыс тілі әлі аттан түссе де үзеңгіден түспей тұрған жайы бар, оны білесіздер. Бүкіл заң қабылданса да орыс тілінде жаңағы мына іс қағаздары болсын, барлығы сот процестерді орыс тілінде өтеді екенін көріп жүрсіздер. Сосын медицина саласында бүкіл ауыру сырғау қарапайым барлығы орысша. Егер бір жерің сырқаттанып докторханаға барсаңыз, соның орысша атауын білмесеңіз аурудың, онда сіз докторды түсіне алмайсыз, доктор сізді түсіне алмайды. Осындай жағдай әлі бар. Не дейсіз енді? Бұл мемлекеттің мына ұлттық руханиятқа жүргізіп отырған саясатының тиянақты, дұрыс және пәрменді, шынайы болмағандығының белгісі. Ұлтқа жанашыр болмағандықтың белгісі қысқасы. Әйтпесе енді Қазақстанның жан саны әлде қайда аз, кішкене шағын елдер, одан Балтық жағасындағы Литва, Эстония елдері, Латвия дей ма, қандай жасап алды өздерінің тілдері, мемлекеттілігін алды. Өзбегінің тіл проблема емес.
Azerbaycanның ол тіл проблема емес еш уақытта. 89 жылғы жаңағы әр республика өздерінің тілдерін сол кезде республика тілі қылып жасап жатқан кезде бізде қазақ тілін емес алдында орыс тілі өтіп кеткен. Оны барып қайтадан Мұхтар Шаханов сияқты тіл жанашырлар айғайлап жүріп, қазақ тілі тоқалдан туған тіл емес, өз жерінде өзінің республикасында неге мемлекеттік тіл болмайды деп қайта талап етуіменен қайтадан заң жүзінде болса да мемлекеттік тіл болып қалғанын білесіздер. Қырғыздың өзінде де тілдің проблема емес. Бізден саны 3 еседей аз халық өз тілінде ғана билігі тұтас қырғыз тілінде сөйлеп отыр. Барлық жерге жолдауы болсын, жаңағы шығарған заңы болсын, барлық іс қағазы болсын қырғыз тілінде екен. Қандай керемет енді. Осыған бір күрделі бір қауіп төнетін нәрсе емес қой қарасаңыз. Енді осының аясында тәуелсіздік алғаннан кейін бізде балапан басына тұрымтай тұсына болды ғой. Бұрынғы советтік режимдегі жүйе ыдырағаннан кейін біз бір қараусыз қалғандай, ол енді табиғи болады рас. Үлкен жүйеден бөлініп қалған кезде бағыт бағдарын анықтай алмай, ол кезде ең қарапайымы мынау тілді былай қоя тұрып, күнкөріс қабылы өз қиын болды ғой. Жаңағы азық-түлік магазиндердің жаңағыдай күнделікті тұтынатын азық-түліктің болмай қалуының өзі қаншама. Ақшаның өзі жоқ болып, валюта шықпай жатыр, міне теңге шыққанша. Сол кездері көп енді халық бәріне сабырлықпен шыдап өткізді. Енді оның жарайды. Жаңағы қарнының ашқаны емес, қазанның қашқанына жылайтын қазақтың баласы қарнының ашқанына жылай қойған жоқ. Бірақ біздің қадіріміз сол ұлттық руханиятымызда еді. Соның қадірі әлі қалпына келген жоқ. Сонда бірінші міне Қаныш Сәтпаев кезінде құрылып дүркіреп Совет одағындағы үлкен бір академия болып тұрған біздің Қазақстанның ұлттық академиясын таратып жіберді. Енді осыдан өткен ғылымға үлкен қиянат қой, қиянат. Совет одағы кезінде сол дүркіреп жүріп тұрды. Мықты академиктер жұмыс жасады, ғалымдар жұмыс жасады, әр саланың гуманитарлық саласын, жаратылыстану болсын, барлығында керемет мықты біздің ғалым, академик, профессор ағаларымыз жұмыс жасады ғой. Соны жауып тастау деген енді осыдан өткен қиянат жоқ шығар енді. Ол ұлттық академия әлі міне жөнді жұмысын жасағанда жоқ қой. Соған мән берілмеуді ойлаңызшы. Ал енді дамыған елдерде ғылым, білім саласына бюджетінің 2%, жылдық бюджет кірісінің 2%-ын соған ажыратады екен. Бізде қанша? Бізде жауып жатырмыз. Ғылым білімге дегенде 2% емес, 0,0 дейді. Көрдіңіз ба? Өте төмен мына көрсеткіш. Және ол бөлінген ақшаның бәрі бір пайдасыз жобаларға бөлінеді, сонымен желкішіп кетеді. Бәрі де жаңағы көзбояушылық, жарнама іспетті нәрсе. Сосын тез өзгере береді. Заңның өзі бізде тұрақты емес қой. Өзгертіліп келеді, әлі өзгертіліп келеді. Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуде Қазақстан әлем бойынша алдыңғы орында екенбіз біз. Не деген сұмдық. Мысалы, Америкада ата заң қабылданғаннан әзірге дейін 12 рет өзгеріс енгізілген дейді. Ал Қазақстанда 2000-нан астам рет ата заңға өзгеріс енгізіліпті енді. Не сұрайсыз сонда? Мына бүгін заң осылай еді деп тұрғанда өзгеріп кетеді. Ал енді сол заң бойынша дейілген кезде тағы былай өзгеріп кетеді. Сонда қалай дейміз ал енді? Міне бізде әлі бір тұрақты заңы да жоқ қой. Бағынатын. Сосын негізгі елдің руханиятының серкелері осы әр саланың зиялылар ғой, мысалы жақын жазушылар бұрын Совет одағы кезінде солардың енді әрине цензураның астында болса да шығармаларын бәрін халықтың рухани қажетін қамдау үшін оларды керемет дәріптеді, жақсы жалақы берді, жұмыс берді. Қаламақысының өзіне қарық болып қалады екен ол кісілер. Бір кітап жазып, оның бәрі мемлекет көтеріп, пәле мыңдаған тиражбен шығады екен. Ол 20-30 мың, 100 мың тираждармен шығады екен ол кезде. Сосын оның жаңағы қаламақысы дегенің бір жазушының өзін қарық қылып тастайды екен. Еще оны тағы да жаңағы анау Қара теңізге басқа елге демалуға жібереді, шетелге аралатады, бәрін көтереді екен.
жылына күтім беріп жаңағы барып саяжайларда жатады екен. Қазір қалайсың? Қазір жазушылар, ақындар өзі жазылған дүниесіне қаламақы былай тұрсын, оны шығаруға өз қаражатты табу керек. Мәйлі бір демеуші болатын біреуден ала ма, өзі қарыздана ма, әйтеуір шығарады бір 500 мың тираж ғана. Неге тұрады ол? Қолдау жоқ, қаламақы жоқ. Телеарнадағы, радиодағы журналистерде де қаламақы төмен, әлі де төмен. Ал оларды әйтеуір олай рейтингісін көтеру деп қойды да, соған сай әйтеуір анан көбірек көрілімі көп болған сайын оларға кішкене түсетін тиын төбен көбірек болады екен. Соған байлап қойған ғой. Содан бұлар келсін келмесін әйтеуір халыққа қызығы үшін барлығы ток-шоуға айналдырып жүрді. Ток-шоу дегеніміз енді былайша айтқанда шетелдерінде ток-шоу дейді, енді ол сайқы мазақ ретіндегі дүние ғой. Сол өтімді болып кетті. Жаңегінде енді ұят нәрсе. Қазақтың бір әдемі бір қазақылық тәлім тәрбиесіне, ұлттық болмысына мүлдем кереғар нәрселер шығып жатыр. Экраннан түспейтін болды. Анау қосылайық деген қыз жігіттер таныстыру ашық экранда. Тағы кезінде хал ойлайлым деп шықты, ол ток-шоу. Ол жерде қыз жігіттерін шаштан жүрісіп, төбелесетін қылып, осындай ұйымдастырып жасақ қойған. Олар төбелесейін деп төбелеспейтін сияқты, сол ақша береді екен осының басы. Сол кезде сен атылып шығасың, анау шығады, сөйтіп жағаласып, біз ажыратып аламыз деген. Міне, өстіп, ол да өз бетімен кетті. Оның көрермені көбейді, өйткені халықтың деңгейі барған сайын рухани сала қолға алмаған соң ол түседі, төмендейді. Руханияты жағын жұтаңдағаннан кейін халықтың да руханияты соған сай жұтаңдайды, құлдырайды. Әйтеуір бір күндік қарын тойғаннан қарық болып жүре беру керек. Сөйтеді де бізде тобырға айналамыз. Тобырлық сана дейді, төменге түсіп кеткен. Әйтеуір жаңағы басым оған ден соңында үйде күнімді көріп, тамағымды асырап жүрсем болды, бұл күніге жетсе болды деп бір күнін ғана ойлайтын деңгей. Болашақты емес, бір күнімізді ғана ойлап, жаңағы тойлап, ана экраннан көретіндеріміздің бәрі анау, анайы, сосын хабарда берілетіннің бәрі әрбірден соң үлкен өзекті мәселелерді қаузап талдау жасағанның орнына не көрсетіледі бізде? Жаңағы біреулерді өлтіріп кету, тонау, одан кейін педофил деген бәлені шығарды ғой, Құдай. Осын енді айта берсе, халық басында шошына қарайды. Не деген сұмдық мынау? Оны атып тастау керек педофилді. Әзір педофил былқ етпейтін болды. Педофил деген әрбірден соң халықты айта бергеннен кейін санағасын, көре бергеннен кейін көзі үйреніп, қазақша айтқан өзі еті үйреніп бара жатыр елдің. Түрлі масқаралар шығып жатыр. Әуелі бізде қайсы жылы қабылданды ғой заң, мынау медицина саласында, біздің медицина министрлігінде, денсаулық сақтау министрлігі. Мына жаңағы жынысын өзгерткісі келетіндерге тегін операция жасап дейді. Ер адам әйел адам болғысы келсе, немесе әйел адам ер адам болғысы келсе, сол жыныс мүшелерін көшіріп, жаңа тегін операция жасайды. Оның заңын халықаралық жүйесін қорғалу керек дейді. Бізге қолға отыр. Сосын шерулерін шығарып қойды, гейлердің дейді екен, андай жыныстастардың үйленуі, әуейлік, азғындық қойды. Осыған рұқсат берді. Олар қалаларда шеру жасап жүрді, қараңыз. Жұмыстарын жасап жүрді, ашық көрсетілді. Не деген сұмдық? Не астарлы ақиқат деп шықты. Енді қарасаң, бір астарлы ақиқатты айтқан жөн осы екен деп, ары бір ұят нәрселерді айтады. Қысқасы, аузына не келсе соны айту. Ұят нәрсе, анайы нәрсе. Бір бет перде болу керек қой. Ұяттың пердесі болмаса, жалаң ашық қалса неге керек ол? Сосын жаңағы бұл бағдарламаларда ылғи нұры жұлдыздарды дәріптеу. Соның не ішті, не қойды, қандай киді, қандай табыс табады, соларды көрсетеді. Біздің бала-шағаның бір кездері әзірде де сол жұлдыз әнші болғысы келеді. Оңай жолмен ақша тауып, оңай жұртқа танылу. Не керек бізде сол жұлдыздар елді дамыта ма, көркейте ма, көсегесін көгерте ма? Жоқ. Жетеді мысалы, Жапонияда дейді, осы мынау ән айтып, мына халықтың енді жалпы керек қой ол да енді, осындай өнер саласында жүргендері. Бүкіл Жапонияда бір
мыңға айналасында 1200 адам дейді. Танымал әншілері бар, жаңағы дәстүрлі бағыты бар, осы заман бағыты бар, солай дейді да. Ал бізде Қазақстанда 90 мың дейді. Ауданнан бері қарай айтсаң, жаңағы әртүрлі жастар, топ, әнші, биші жетеді. Талғаусыз осындай халыққа, бір 20 миллион халыққа бізде 100 мыңдай әнші, биші бар екен, осы өнер саласының адамдар. Соншалық керек па бізге? Жапонияға 130 миллион халық па? 1200-300 айналасы дейді. Олар өте кәсіби, керемет. 100-120 мыңнан тұлпар болғандар. Барлығы бақылауда мемлекеттің ұлттың идеологиясына сай жұмыс жасау керек. Үлгі бола білу керек. Соның ұшар басына шығу керек, тілген жағып майын ішіп. Бізде даңғаза, оны да айттық өткенде. Даңғаза ән, музыка аяғы ұлтты руханиятын жұтаңдатады, соған мастандырады, өзін сөйтіп ойсыз, қамсыз, өзін жаңа бақытты сезінеді. Ойланып уақыт жоқ. Қараңыздар. Осы сияқты қиянаттар көп. Енді білім ғылым саласында да қаптаған, ауысқан көп министрлерден өзінше жаңалық ашып әйтеу бәрін тықпалаған дүниесі көп. Ол туралы да алда айтатын боламыз. Бастысы бұл рухани саланың қиянаты, кешірілмейтін қиянат. Ол енді мына телевизор арқылы, көгілдір экран арқылы көпшілік тәрбиеленеді ғой. Осыған қатты мән беру керек еді. Мән берілмей қалды. Жаңағыдай қайдағы бір жұлдыз, қиқақ сондай бірдің шығарып, соны дәріптегенше бір мықты табысқа жеткен адамды көрсетіп сөйлессін, мықты академикті әкеп айтқызсын, жаңағындай бір үлкен бір қоғам қайраткерін шығарып сөйлессін, бір жас талантты шығарып соны таныстырсын, бір өзін ашқан бір тапқырлығын көрсетсін, жұртқа таныстырсын, бір салада табысқа жетіп жатқан, кәсіп көзін ашып жатқан жеке кәсіпкерлерді сөйлетсін, отандық өнім жаратқан. Анау ауылда жаңағы далада қой бағып, соны өсіріп малын 4 түлігін мыңғыртып отырған малшыны әкеліп сөйлетіп таныстырсын. Оның күрегіне сүйеніп, жаңағы егін жайын жайқалтып, содан семьясын асырып, қаншама адам жұмыспен қамтып отырған диқанды сөйлетсін. Мықты, озат оқып, маңдай жарқырап, шетелге барып білім алып келе жатқан жастарды сөйлетсін. Ал ауылынан шыққан қазақы, мынау салт дәстүрге мықты этнограф, дала академигі болып жүрген біздің атқамінер ағаларымызды, аталарымызды, әжелерімізді сөйлетсін. Ұлттық руханиятқа, құндылыққа сай дүниелерді жаңғырту жағында жұмыс жасаған адамдарды сөйлетсін. Соған сай сондай бағдарламалар ұйымдастырсын. Соны экраннан түсірмесін, халықты солай тәрбиелесін де, халық сөйтіп тәрбиеленеді. Мынау тіке халықты тобырландыру, руханиятын жалаңаштау. Осындай бір төмен бір еш нәрсені ұят, ар санамайтын, үйреншікті, қымсынбайтын, жаңағы үлкен кіші демейтін, мына ата-ананы тыңдамайтын ұл-қыздардың көбеюі, немесе бала-шағасына дұрыс өнеге көрсете алмайтын, дұрыс тәрбие бере алмайтын ата-ананың көбеюі деген нәрсенің бәрі осы рухани жұтаңдықтан болады. 30 жылдағы рухани жұтаңдық осыған әкелді. Бұрын қолынан газет, журналы түспейтін адамдардың қолынан әйтеуір телефон түспейді, ол телефоннан пайдалы ақпарат алып отырған жоқ. Әліге дейін ойын, ұтыс ойындары, басқа да түрлі сол телефонмен ақша табу, сол болып кетті ғой қазір енді жалпы. Түк көтермейтін нәрсе, одан ары біздің ұятымыз кетіп жатыр қазір. Әжесін жаңағы тиктоктың гүлі қылып бір қыз жүр мысалы. Әке шешесін түк көтермейтін нәрсені күлдіргі қыламын деп ана бір жігіт жүр. Өзі әрбірде жалаңаштырып түсудің азақ алдында қалып тұрмыз біз қазір. Жоққа түк көтермейтін арзан қол нәрсеменен әйтеуір жұртын азандыру керек, тикток ақша береді екен деген. Сонымен жүргендер қаншама қазір, соның жұлдыздары көбейіп жатыр. Сұмдық енді. Қайда барамыз мына түрімізбен? Ойланайық ағайын, ешшейік. Ел болам десең, бесігіңді түзе деген Мұхтар Әуезовтің сөзі бар. Бесігімізді түзейік. Тәлім, тәрбие, тал бесіктен жер бесікке дейін болу керек.
Biz ойлы ұл қыздарды тәрбиелеп өсірейік. Ол үшін өзіміз үздіксізден істеп олайық. Ұлттық руханиятымызды жаңғыртайық. Экранымызды түзейік. Жалпы руханият саласынан мемлекет дұрыс бағдарламасын жасау керек. Халық соны талап ету керек. Сауатты болайық ағайындар. Аман сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.